Қазақтың тілі Ахметке мәңгі қарыздар. Мұхтар Әуезовтің бұл пікіріне алып қосарыңыз жоқ шығар. Ахметке дейін қазақтың тілі, хандардың тілі, шешендердің тілі, ақындардың, батырлардың тілі болды. Ал көрнекті ғалым осы тілді ғылымның тіліне айналдырды. Нақтырақ айтсақ, тілді жүйелеп, ғылыми анықтамасын жасап шықты. Бастауыш дейміз бе, баяндауыш дейміз бе, сөйлем мүшелері дейміз бе, сөйлемнің түрлері дейміз бе, түгелін ұлт тілінде жасаған Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы болмағанда қазақ тілінің ережесі, теориясы түзілер ме, түзілмес пе? Бүгінде осылай болуы керек деп санайтын зат есім, шылау, үстеу, етістік секілді ата ұғымдарды ойлап тапқан қазақ тілінің грамматикасын қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлы. Есімдік, есім, шылау қандай орнына қойылған сөздер. Шылау деген мысалы екі етіктің о кезде шылға оранады ғой. Мына екі жұлығынан екі жағынан шығып тұрады. Жүрген кезде не ана аяққа қосылмайды, не мына аяқ қосылмайды, былғақтап жүреді. Қай жақ аяқ алдыға басса, сол аяқтың шылауы шығып тұрады. Ана не алдыңғы сөйлемге, не артқы сөйлемге қосылмайтын сөзді шылау дей саған. Не ол анағын қосылмайды, мынаған қосылмайды. Ахмет Байтұрсынұлы және өзге де алаш ардақтылары кітап жазғанда қазақтың пайымын ерекше назарда ұстаған. Мысалға, астрономия кітабында жер өз кіндігінен ұршықша айналады деп жазады. Ұршықтың қалай айналатынын кішкентайынан көріп өскен бала жердің қалай шыр көбелек айналып жатқанын көз алдына елестете алады. Алаштықтар өмірге әкелген біраз термин бар. Мысалы, сутегі. Сутегі газы. Судың тегі деген сөз да. Кез келген оқушы естіген кезде суға байланысты екендігін түсінеді және қабылдайды. Қазақ тілі тағы да бір үлкен даму кезеңінде тұр. Олай болса, Ахмет Байтұрсынұлының тіл саласындағы мұрасына тағы бір үңілу керек. Сөз жасам, термин аударым мәселесінде ұлт ұстазының ұстанымы керек. Байтұрсынұлының тіл ғылымындағы сара жолын негізге алсақ, қазақ тілі кәсіп тілі, іс жүргізу тілі ғана емес, өмірдің тіліне